Отан ағаш науқан аясында Жасыл ел белсенділері қаламызда 40 алма көшетін отырғызды. Аталмыш іс-шара ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып отыр. Сондай-ақ ұйымдастырушылар қаланың гүлденуіне өз үлесімізді қоссақ дейді. Жалпы біздің ойымызша осы іс-шара жастарды табиғатта аялауға тәрбиелейді, және де осындай таза ауа және де серуендейтін жерлердің көбеюіне әкеп тигізеді. Іс-шара қатысушыларына жайма шуақ ауа райы да дем беріп тұрғандай. 40-қа жуық адам бұл күні қаланы абаттандыруға өз үлесін қосты. Солардың бірі Рима Солдатенко. 1 жылдан бері Жасыл ел құрамында екен. Біз өз үлесімізді қосып жатырмыз және қоса береміз деп ойлаймын, өйткені бұл игі шара. Биылғы жаз ішінде Жасыл ел мүшелері қала бойынша 1600 көшет отырғызуды көздеп отыр. Айта кету керек, республика бойынша осы жылы 25 000 көшет отырғызылмақшы.